көрейінші деп ойладым. Мына бір капсуланың ішінде жаңа айтып кеткендей составын айтты ғой сіздерге, иә, құрамын. Мен сенген жоқпын, бірақ та сол Курчатов деген кішкентай қала, Семейдің қасында БКО, сол жерде поштучно дейді, сататын адам тауамында 5 капсула 5000 теңгеге сатып алдым. 1000 теңгеден сол кісі сатты. Бір капсуланы жеп, жаңа айтты ғой, хроническая усталость менде сол болды. Сол хроническая усталость, сразу энергияны сездім дағы, өзім ойладым. Ол энергия береді екен, жақсы екен деп, өзім жаңа Рашида Чистыбаева деген 250 К-ға клубқа кіріп тұр. Сол кісіге звондап айттым, энергия беріп тұрғаны маған ұнап тұр дедім. Сосын заказ бердім ылық акселерге, бір айдың ішінде мынандай нәтижеге келдім. Не болды менде? Іш қату болды, 4 жыл бойы қиналған. Жұмалап үлкен дәретке отыра алмайтынды. Цистит болды, глазное давление дейді, камни в почках, енді солтүстік Қазақстан күмішалаға орысша қазақша айтып беремін сіздерге, камни в почках болды. Сол артық салмағым 10 килограмм артық салмағым кетті. 68 килограмм міне мына жерде болғанмын, одан кейін 58 килограмм, әлі күнге сол 58 килограммен тұрмын. Бір айдың ішінде нәтижені көргеннен кейін әлі де сенімділігім оянған жоқ. Отырып алып тоқтаттым мыналарды ішуді. 9 айда ішкен жоқпын. 9 айда ішпей, тамақ жеп, жолдасыма отырып алып айтатын, я докажу, что продукт не работает деп. Но ауруларым қайтып келген жоқ, артық салмақ келген жоқ, тамақ жеп жатсам да. Сонда мен сендім, менің ағзам толық өз қалпына келгеніне сендім. Қазіргі күнде түгел семьямызбен осы өнімдерді ішіп жүрміз. Жолдасым сеніп келді, жолдасым да өте керемет нәтиже, өте тас болды. Сол тас операция дайындалып жүргенбіз, мынаны ішіп, бір айдың ішінде өзімдегі тастары кетті. Барып УЗИ-ға, врачқа күнде отырып, жақсы болып, мен де ол кісінің нәтижесін мен ол кісіде жеткізе алмаймын, ол тиктокта отырып айтады. С острыми окончаниями дейді, оны мен енді түсінбеймін, миллиметр деймін, соларға дейін айтып береді өзі. Еспол деген, Еспол Мұсабаев деген мен жолдасым, онда аурулар көп болды, ишемия сердце дейді, простатит, сол өттегі тастары болды, хроническая усталость. Көктемде және де күзде бір дем жетпей қалатын балықтар болады ғой, деп отырады, мен естерін білмей скорый шақыртатын сразу. Скорыймен алып кететін оны, мен дем алғызып жатқызып қоятын. Қазіргі күнде 49 жаста өз-өзін жақсы сезінеді. Осы өнімдердің арқасында өзім анам Петропавл қаласында тұрады, 74 жаста, астманы, уже ингалятор көмектеспейтінді. Небулайзер дейді, сол розетканың қасында отыратын, өйткені уже дем жетпейді. Ұйықтауға қорқатын анам. Маған звондаған кезде анам дауысын емес, сыр-сыр еткенде естейтін, өзім ішінен жылап отыратын. Қашан мен анам дауысын естеймін деп. Қазіргі күнге анам осы өнімдерді ішіп отырып, маған айтады, қызым сен арқанда өмір сүремін дейді. Менің арқамда емес, Аллаға рахмет, ученыйларға осыларды шығарғанға рахмет деп. Шынымен де анамның осы туғандардың енді кейбір айтады ғой, мен сенбей келдім.